Қайырлы күн, сіздермен бірге Ләззат. Бүгін керемет кешкі ас дайындайтын боламыз. Ең алдымен картоптарымызды бір келке етіп турап алатын боламыз. Келесі кезекте тұзымызды, дәмдеуіш, су майымызды және де қара бұршымызды қосып, бір келкі болғанға дейін толықтай араластырып, духовкамызда жарты сағат көлемінде пісіріп алатын боламыз. Келесі кезекте сәбізімізді, жуамызды, керекті заттарымыздың барлығын блендердің көмегімен бір келкі болғанға дейін араластыратын боламыз. Одан кейін фаршымызды қосып, блендердің көмегімен қайта бір айналдырып алатын боламыз. Бізде осындай бір келкі масса дайын болады. Массамызды енді шамалы уақытқа ұрғылайтын боламыз. Фарштарымызды бірдей қылып, қолайлығы бөліктерге бөліп аламыз. Сырымызды да бір келкі етіп бөліп алатын боламыз. Осындай пленкамыздың көмегімен формаларымызды шығарып алатын боламыз. Сырымыз салынғаннан кейін фаршымыздың толық жабылуын қадағалаймыз. Дайындаған фаршымнан 12 штуктай көлем шықты. Ендігі кезекте сковородкамызды қыздырып, сары майымызды жағып, барлық жағын толық қуырып пісіріп алатын боламыз. Мінекей осылай толықтай барлық жағын қызартып, қуырып алатын боламыз. Осындай әдемі әрі дәмді котлеттеріміз дайын болып шығады.
Мінекей біздің кешкі керемет асымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған ләззат. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кеттіңіздер. Ас болсын.